Баршаңызға сәлем. Бүгін дөнер, бургер, пицца, суши, ролл сынды тағамдарға арналған ерекше дәмді әрі жасалу жолы да оп-оңай тұздықтар рецептімен бөлісемін. Алдымен кондитерлік мешокты дайындап аламыз. Ішіне қажетінше майонез құямыз. Үстінен кетчуп құямыз. Ал енді сырды үккіштен өткіземіз. Майдаланған сырды қоспаның үстіне салып, жақсылап араластырамыз. Дәм тұзына және қалауыңызша үстіне аздап тұз, лимон шырынын қоссаңыз болады. Мен бұл тұздықты дөнерге дайындаған болатынмын. Байқағандарыңыздай тұздық сұйық болып шықты. Ал сіз өз қалауыңызша консистенциясын өзгерте бере аласыз. Дөнердің рецептісін осы жерден көруге болады. Ал енді дәл осы тұздықты суши немесе ролл жасауға қолданатын болсақ, келесідей өзгерістер енгізу қажет. Үккіштен өткізілген сырдың үстіне азғантай ғана майонез салып араластырып аламыз. Сосын кетчуп салып, оны да араластырамыз. Дайын тұздықты роллдардың үстіне домалақтап қойып, 5 минутқа пешке салып пісіріп алдым. Нәтижесі міне. Мен ұсынған рецепт ұнаған болса, лайк басып, каналға жазылып, төмендегі қоңыраушаны басып қойыңыздар.